Баршаңызға сәлем, сіздермен мен Сандуғаш. Бүгін сіздермен бешбармақтың және кеспенің қамырын жасайтын боламыз. Бізге қажетті заттарымыз 4 жұмыртқа және де кішкене сұйық май қажет болады. Бүгін мен 4 суалақ қамыр елейтін болғандықтан 4 жұмыртқа и 4 кесе ақсу құятын боламын. 3 ас қасық ақ май құйып жібердім. Ақ май құйсаңыздар қамырларыңыз жыртылмай өте әдемі болып жайылатын болады. Тұзымызды қосып, барлығын жақсылап араластырып алатын боламыз. Араластырып алдық. Енді електен өткен ұнымызды елеп салып алатын боламыз. Сөйтіп қатты етіп қамыр елейтін боламыз. Қамырымызды қатты қылып илесек, жайған кезде өте оңай болып жайылады, домалақ болып шығады. Достар, менің каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Қазақша контенттің дамуына өз үлестеріңізді қоса отырыңыздар. Қоңырауша белгісін басып қойсаңыздар, алдағы уақытта әр түрлі рецепттермен бөлісетін боламын. Сол кезде алғашқы болып сіздер көретін боласыздар. Қамырымызды осылай илеп аламыз. Жақсылап біріктіріп алатын боламыз. Сұрақтарыңыз болса, комментарий бөліміне жазып кетсеңіздер болады. Және де Instagram парақшама тіркелсеңіздер, ол жақта да қызықты рецепттермен бөлісетін боламын. Қамырымызды илеп алдық. 5-10 минутқа тындырып қоятын боламыз. 5-10 минуттан кейін бір қайтарып, қамырымызды жая берсек болады. Қамырымызды 5-10 минуттан кейін қамырым 4 суала болып шықты. 4-ке бөліп, үшеуін бешбармаққа, біреуін кеспе көженің қамырын жасап қоятын боламыз. Қамырымызды доп-домалақ етіп жайып алатын боламыз. Холодильникке сақтап қойсаңыздар да еш нәрсе етпейді. Қажет кезде алып қолдана беретін боласыздар. Оқтауымыздың екі шетінен басып отырып жайса, қамырымыз доп-домалақ бір тегіс болып жайылатын болады. Алдағы уақытта қандай рецепттермен бөліскенімді қалайсыздар? Комментарийға жазып кетсеңіздер болады. Соған қарап рецепттер шығаратын боламын. Бір келкі етіп қамырымызды жайып алдық. Ортасына ұнын шашып, қазір кесіп алатын боламыз. Қамырымыз бір келкі болып әдемі болып шықты. Осылай кесіп алып, морозильникке сақтайтын боламын мен. Жабысып қалмайды. Морозильникте мұз болып тұрады. Қамырды салатынан 5-10 минут бұрын шығарып қойып, қамырды салсаңыздар болады. Өте әдемі болып бешбармақ түседі. Осы қамырымыздың біреуін кеспе көже қылып кесіп қоятын боламын. Кеспенің қамырын морозильникке салудың қажеті жоқ. Стөлдің үстіне бетін жауып қойып қойсаңыздар, өзі кеуіп қалады. Сол кезде пакетке салып, холодильникке қойып қойсаңыздар болады.
Кеспемізді де кесіп алдық. Достар, менің видеомды соңына дейін қараңыздар. Кеспемізде өте жіңішке болып жайылды. Достар, менің видеомды соңына дейін көрген болсаңыздар, алғысым шексіз.